Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, таңдарыңыз нұрлы болсын деген ниеттеміз, күндеріңіз көңілді өтсін. Жалпы біздің көңіл күйімізде керемет дегенмен сәл ұйқының қанбағаны болмаса әріптес. Осы жалпы ұйқы қану үшін не істеу керек? Ұйқы қану үшін ең бірінші ұйқы режиміне көңіл бөлу керексіңді. Өйткені ұйқының дұрыс болмауы да қазіргі уақытта біздің эмоционалдық күйімізге айтарлықтай әсерін тигізеді. Тамаша, бұл жайында нақты бізге ақпарат беретін, қазір бізге келген қонағымыз айтып берсе керек. Ендеше таныстырып өтейін. Қымбатты көрермен, Советова Гүлнұр Бүркітбайқызы, Ақтөбе облыстық әдістемелік орталығы психологиялық әлеуметтік қолдау бөлімінің әдіскері. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Ұйқыдан бастап жатырмыз ғой. Ұйқыңыз қанды ма? Қанды, әрине. Қазір енді біздің көктем мезгілінде көктемгі әлсіздік, шаршау, күйзеліс бар. Енді дәл осындай эмоционалдық күйлерге қарсы кейде біз жұмыс жасай алмай жатамыз. Адамдар, иә. Осы тұста көктемгі әлсіздікті біз қалай жеңеміз? Бұл енді ең алдымен біз мына көктемгі күйзеліс деген сөздің өзі, бұл біздің қоғамымызда қалыптасып кеткен стереотиптердің бірі. Көктемгі, күзгі күйзеліс деп, яғни қоғамдағы болып жатқан осы әртүрлі, яғни адам бойындағы дамулар табиғаттың құбылысы сияқты, яғни жаңа өзгерістерге дайын болу. Яғни біз мысалға қысқы бір тоқтап қалған эмоцияларымыз, яғни қысқы ұйқыдан дейді ғой, енді көп жаңағы белсенділіктің аз кезеңі, содан мына ауа райындағы күннің сәулесінің өзі көп болуының себебі осындай адамдарға түрлі жаңағы эмоциялардың қозу кезеңі деп атайды. Бұл деңгейде енді жаңағы айтып жатырсыз ғой, ұйқы қанбау деген сияқты, бұл енді шаршаңқылық, бұл енді жаңағы айтқанда ең басты жаңа режимнің сақталуы бұл жерде өте маңызды болып келеді. Жалпы айтып жатырмыз ғой, шаршау, әлсіздік деп, жаңа өзіңіз айтқандай, біздер мезгілге жаба салатын сияқтымыз қазақ. Көктем, күз мезгілі, қыс мезгілі деп. Дегенмен бұлардың нақты себептері бар ма? Осы деп айтатын. Бұл енді бір аяқ астынан шыққан эмоциялардың бір шоғыры емес. Яғни адам бойындағы жылдар бойы немесе бір белгілі бір мезгілде болып жатқан, яғни адам біз енді тірі қоғам болғасын, қоғамда, яғни даму үстіндегі адам болғасын, біз бір орында тұрмаймыз. Яғни бір мәселені шешіп, солмен бітіп қалмайды. Бір мәселеден кейін келесі мәселе адам, яғни даму үстінде. Сондықтан бұл жаңағы өзіңіз айтқандай, бұл кезеңге бір жаба салатын жаңағы стереотиптердің бірі деп мен өзім есептеймін. Себебі адам енді белсенділіктің артатын кезеңі ғой, бұл уақытта жаңару кезеңі деп жатырмыз, яғни қазақтың жаңа жылдың бастауы, сондықтан бір энергияның да тасуы, яғни мөлшерінен тыс болуы адамдағы бір мазасыздықты тудырады. Яғни бұл энергияның өзін дұрыс пайдаланбау адамға кері әсерін тигізеді. Жаңағы айтқандай, бұл кезеңде де адам бір көптен бір ойлап жүрген істердің, яғни ойындағы істердің сол жаңағыдай тәжірибе жүзінде іске асырмаса, яғни дұрыс қолданбаса энергияны, онда жаңағы айтқандай өзіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Ол жаңағы адам, яғни энергиясы тасып тұрады, яғни жұмыстан кейін көп уақыт жаңа ұйқының режимінің бұзылуы 12-1-ге дейін мысалы адам жүре беретін болса, өзінің жағы күшімен нестемей, есептеспей, ол кезде жаңағы осы ұйқының қанбауы, таңертең шаршап тұру деген сияқты адам жалпы физиологиялық пен психологиялық адамның денсаулығы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Көп нәрсені жаңағы айтқандай біз мезгілдің бір өзгеруіне жаба салып жатамыз. Бұл енді адамның барлығы да өзіне байланысты, адамның санасына байланысты. Мына келіп жатырған ақпараттық жаңалықтардың өзі адамға үлкен әсерін тигізеді. Негізінде адам өзінің құлағымен естейтін, көзімен көретін және мына өзінің аузымен сөйлейтін ақпараттың өзін біз белгілі бір сүзгіден өткізуіміз керек. Яғни сіздің өмірлік мысалы мақсатыңыз бар, иә? Сол мақсатқа жету жолында егер керек емес ақпараттардың көп шоғырланатын кезі болса, адам өз-өзін жоғалтады.
міне өз-өзін жоғалту арқылы мақсатында жоғалтады, сонымен қатар өзінің қойған армандарының жағы сейілуі мүмкін. Яғни осы кезеңде адам жиі естейсіздер жаңағыдай өзімді жоғалтып алып жатырмын, қызығушылығым жоқ, мына энергияның төмендеуі деген сияқты осындай терминдермен жалғасуы мүмкін. Сондай қазір енді біз жалпы адамдардың стресске шалдығуы, күйзелістің орын алуы бір қалыпты жағдай деп түсіндіріп жатады. Бәрібір адам енді бір күйзеліске түседі деген сынды. Десек те осы бір мәселенің қалай біз алдын аламыз, күйзеліске түспей өмір сүруге бола ма? Ол енді ара жігін ажырата білу керек. Күйзеліс пен депрессияның кейбіреулер жаңа айтып жатады, мен депрессиядамын деген сияқты. Біз қазір сөзсіз мойындайтын жағдайға жеттік қой. Ол енді қоғамның бір бөлшегі сияқты эмоциямызды қабылдай білуіміз керек қой. Стресстік күй ол кез келген сәтте болады. Мына көктем мезгілінде көбіне көп бақылаулардың жаңағы қорытындысы ретінде айтуға болатын шығар. Жауапкершілікті көп қажет ететін мамандар кәсібінде сондай мамандарда жиі кездеседі. Себебі мына жауапкершілік ответственность дейді ғой, жауапкершілікті көп сезініп, уақытылы орындауым керек, және мына адамдармен қарым-қатынас жасайтын кәсіптерде жиі осындай стресстік күйге түседі. Енді бұл дағдарыстың, стресстің жақсы жақтары да бар. Ол тек қана жаман жағы емес. Яғни адам осы бір күйге түскен кезде, күйзеліске, адамға мотивация болады. Яғни мен осыдан шығуым керек, осы мақсатқа жетуім керек дегеннің өзі, яғни бір көп естейсіздер ғой, жаңағы жетістікке жеткен ғалымдардың бір бұрынғы өмірінде жаңағы айтып жатады, мен осындай бір жаңағы жағдайда болдым, және осыдан тығырықтан шығу жолын іздеу арқылы, стресстік күйге түсу арқылы адам өзін іздей бастайды. Немесе өзін жоғалтады деген сияқты осындай екі бір несін ажыратуға болады. Енді түспеу үшін не істеу керек деп жатырсыз ғой. Бұл жерде де ғалымдар да айтып жатыр, кез келген жерде де айтылады. Яғни ең бір қарапайым, қаражат талап етпейтін бір түрі ол таза ауада жаяу жүру, серуендеу. Тек қана серуен емес, яғни күнделікті жаңағы 10 000 қадам дейді ғой. Соны біз кәдімгі жаңағы күн тәртібімізге айналдыруымыз керек. Ол мейлі жұмыстан кейін болсын, немесе қарапайым мысалға кез келген жұмыстың өзінің режимі болады. Түскі үзіліс уақытында 1 сағат береді деген сияқты. Қазір енді ораза мезгілі тиімді пайдалану керек та уақытымызды. Сол кезде мысалға сыртқа шығып жаяу жүріп келгеннің өзі адамдағы осы бүкіл мазасыздықты, қобалжуды төмендетеді. Ең басты жүйкені тыныштандырады дейсіз. Жалпы психолог мамандар тамаша бір кеңестер, тәсілдермен адамның бір ой өрісін кеңейтіп, тіпті мотивация беріп жатады ғой. Осы тұста білгім келіп отыр, мысалға жаңа өзіңіз айтып жатқандай, күйзелісте, ұйқының қашуы, ұйықталмайтын жандар үшін жылдам ұйықтап, жақсы тынығудың бір тәсілдері бар ма? Ең бір жаңағы үлкен құрал ол армандау деп айтқым келеді. Адамның арманы алысқа жетелейді. Яғни сіз ұйықтар алдында жаңағы айтқанда біз өзіміздің бір өмірлік күн тәртібімізге айналдыруымыз керек оны да. Мына технологиялық телефондарымызды ысырып қойып, ұйықтар алдында ең болмағанда бір 30 минут алдын телефонды қойып, сөндіріп немесе алыс қойып өзімізден, яғни мен не жасадым, мен не жасағым келеді деген сияқты адам өзіне бір есеп беру арқылы қиялға ерік беруіміз керек. Адам қиял арқылы, арман арқылы бір алысқа жетелейтін, яғни адамның ішкі мотивациясы ол арман. Тіпті мына жасөспірім шақтағы балалар болсын, өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ дейміз ғой, ұстаздар арқылы немесе жаңағыдай сондай мамандар, психолог мамандар арқылы армандата білуіміз керек. Баланы үлкен өмірге дайындағанда да армандата білуіміз керек. Сол кезде ғана қанаттанып, айтады ғой, арман адамды қанаттандырады. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деп айтып жатамыз мысалға. Міне осындай бір болашаққа ұмтылыс, жетелеу адамның мына күнделікті кішкентай мәселелер қалып кетеді, яғни ойламайды.
барлығы біздің санамызда, миымызда кез келген мына айтып отырған түрлі эмоциялар, көңіл күйлерді адам өзі басқара алады. Яғни жітік меңгерген, ол енді адам өзі де шығуы мүмкін, немесе маманның көмегіне жүгінуі мүмкін. Бұл жерде маманның да үлкен қосар үлесі өте зор. Және де тағы бір айта кететін ақпарат, бақылаулар бойынша, осы көктемдік күйзеліске көбіне жасөспірімдер және егде жастағы адамдар ұшырайды екен. Себебі адам бойындағы гормондардың ең қалыптасып келе жатқан ол жасөспірімдік шақ балаларда, және әлсіз болып төмендейтін шақ ол біздің егде жастағы адамдарымыз. Сондықтан көбіне осы адамдарда қоғамдағы мәселелер жиі болып тұрады. Қазіргі таңда енді адамның бойында бір шама эмоционалдық күйлер бар ғой. Біз бір күннің, бір тәуліктің өзінде бірнеше сезімдерді бастан кешуіміз мүмкін. Және де осы тұста біз жалпы енді адам болғаннан кейін эмоционалдық күйді қалай басқарамыз? Бұл енді жаңағы айтқандай, адамдармен қарым-қатынас жасайтын адамдарда өте кішкене қиын болып келеді. Себебі адамдардың түрі бар. Қоғамымызда жаңағы түрлі мінез-құлық ерекшеліктер бар адамдар бар деген сияқты. Ең бір тиімді тәсілі ол тыныс алу жаттығуларын жиі жасау. Яғни адам өзінің қоғамдағы бір іс-әрекетінің или ашуды басқара алмай жатса, адам оны ең алдымен адам өзі түсіну керек. Яғни мен бір өзіме жаңағы эмоцияма ерік беріп жатырмын, немесе қасындағы адамдар, қоғамдағы адамдар айтады ғой, көп ашуланшақ болып кеткенсің деген сияқты. Осындай белгілерді дер кезінде өз бойында анықтап, осындай жаңағы тыныс алу жаттығуларын жасаған кәдімгідей төмендетеді осы жаңағы мазасыздықты, қобалжуды. Және жаңа бағдарлама барысында басында айтқанымдай, менің бүгінгі күні ұйқым қанбай қалды десе де, осы ұйқының қанбау себебі неде? Соны білгім келіп отыр өзіңіз, маман ретінде. Енді ол жаңа айтқандай, адамда қалыпты ұйқысының режимі ол 7-8 сағат. Орта жастағы адамдарда, осы режимді ұстану ол ең жаңағы тәртіптің басты несі ғой, қадамы. Яғни сіз егер күнде сағат 12-1-де ұйықтап, таңертең 6-5-те тұратын болсаңыз, әрине сіздің ұйқыңыз қанбайды. Сондықтан уақытыңызды, күн тәртібіңізді жоспарлай білу керек. Алдымен жаңағы немесе адам өзіне күнделік жаңағы арнаған өте тиімді болады. Өзінің іс жоспарларын қандай күнделікті өмірдегі жаңағы жоспарында тұрған мәселелерді жазып, мысалға мен мынаны жасауым керек деген сияқты бір өзіне реттестіретін болса, ол кезде адамның өзіне де жеңіл, және жаңағыдай айтқандай режимнің дұрыс сақталуына әсерін тигізеді. Маған ұнап отырған жалпы маңызды деген дүниелердің бірі, өзіңіз айтып өткендей, адам өзіне жауапкершілікті көбірек жүктеген кезде, яғни стресске шалдығу ықтималдылығы артады. Сол үшін мейлінше күнде енді жұмыс барысында деп айтайық, бұл жұмыс кезінде көбірек енді байқалады ғой, жауапкершілікті азайтуға жетпек қалай? Ол енді жауапкершілік әр адамның өзінің сана сезімінде. Яғни біз күнделікті сіз де жұмыстасыз, мен де жұмыстамын деген сияқты жеке өмір мен жұмыстың арасын ажырата білуіміз керек. Көбіне осы жерде адамдар қателесіп жатады. Яғни жеке өміріндегі отбасындағы түрлі кикілжіңдер жұмыс барысына жұмысқа алып келіп, адамдармен қарым-қатынас кезінде осы эмоциясын шығарып жатады. Бұл өте үлкен қателік. Яғни сіз жұмысқа келгенде үйдегі болған мәселені тастап кетіп, жұмысқа келгенде өзіңізді настрой дейді ғой, яғни дайындауыңыз керек. Жұмыстан шыққаннан кейін үйге осы мәселені алып бармау, ол да өте маңызды. Енді бала тәрбиелеп отырғасын, қоғам болғасын, біздің теріс жұмыстағы болған эмоциялар біздің отбасымыздағы балаларымызға әсер етпеу керек. Ол да үлкен
маңызды сәт, себебі біздің мына болашағымыздың жалғастырушы баламыз дейміз ғой. Яғни осы аражікті ажырата арқылы біз өзімізді тәрбиелейміз алдымен, және үйдегі болатын климатты, яғни ахуалды реттеп отырамыз. Гүлнұр ханым, енді сіздің тәжірибеңізде білгім келіп отырған мынадай бір сауалым бар. Қазіргі таңда осы бір эмоционалдық күйдің тұрақсыздығы себебінен қабылдауға келетін жандардың қатары көп пе? Я, өкінішке қарай, бұл жасөспірімдердің арасында жиі болып отыр. Енді біз мектеп жасындағы балалармен, немесе колледждегі балалармен тікелей жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде көбіне балалардың өмірдің мәнін жоғалту деп айтуға болатын шығар. Ең басты жаңағы бірінші себебі. Одан кейін отбасы қарым-қатынасы, бір-бірімен қарым-қатынас жасай алмай. Яғни бала ол ересек адам емес, яғни ересектер сияқты өзін қадағалай алмайды. Сондықтан енді өкінішке қарай кейде өмірден де өтіп жатады. Осындай бір жаңағы айтқан минуттық күйзелістің, стресстің әсерінен бала өмір мәнін жоғалту арқылы жаңағы аяқ асты іс-әрекеттер, шешімдер қабылдап өмірмен қош айтып жатады. Ондай мәселелерде өте көп. Осы көктем мен күз мезгілінде біз енді жұмысты өте қатты күшейтеміз. Мамандардың жұмысын, яғни балалармен сөйлесу, қарым-қатынас жасау, эмоциясын бақылай білу. Яғни жаңағы айтқандай, бала жылап қалып жатырса, немесе белсенді болып жүрген бала күрт белсенділігі азаятын болса деген сияқты, оның өзі бір белгі. Сондықтан осындай жаңағы жасөспірімдерге, балаларға назар аударамыз деген сияқты, ауданымыздың, облысымыздың мамандарын біз яғни қалай бақылап отырамыз ғой. Енді назардан тыс қалдырмаңыздар деген сияқты, бала өмірі, адам өмірі енді ең бір маңызды жаңағы құндылық деп айтуға болады. Тамаша, Гүлнұр ханым, көп-көп рахмет, жұмысыңызға жеміс тілейміз. Тамаша сұхбат беріп жатсыз, әдемі кеңес беріп жатсыз. Мыңда бір рахмет айтамыз сізге.